Өсірдім мен оқсап бабама, Төле Әйтеке мен Қазбек бабама. Абылайды ханымде, сақал бар ғой бәрімде, Абайда шәкәрімде. Мейлі араб деп айтсын сара қыз, қазақ боп мәңгі қаламыз, сақалды барлық бабамыз. Мейлі бетіме өтсін жүндерім, намазбен өтсін түндерім, мен қазағыммен біргемін. Мейлі дін ислам менің діңгегім, патшама қарсы үрмедім, мен Нұр Отанмен біргемін. Ақын ұлдарыңыз Дидар Қамиев. Күн жылжып, ай өтсе де ауысып жыл, кей жастар әлі салттан жаңылысып жүр. Қыздары қырық үйден тыйған кеше, қазағымның басынан бағышып жүр. Қыздарға қысқа форма кигізетін мектептің саясаты ауысып жүр. Ал енді әуретін жапқан қызға ұстаздары шешіңдер деп кенедей жабысып жүр. Ал солар Валентиннің мерекесін ұмыттырмай жылда ат салысып жүр. Әумесер Валентинді әулие ғып ғашықтар бір-бірімен табысып жүр. Откритка таратып оқушылар ересек күнмен ерте қауышып жүр. Қаланың ортасында қазағымның балалары сүйісіп жарысып жүр. Сол сайыстан жеңімпаз болған жұптар сол түні қонақ үйде қауышып жүр. Ал оның нәтижесі не боп жатыр, кім мұның байыбына барысып жүр. Бұл күні жұрт жаңалық қосқан сайын күнде бір азғындықпен танысып жүр. Мектеп жасындағы қаршадай қазақ қызы балаларын лақтырып жарысып жүр. Ал біздің сорлы қоғам әлі күнге орамал таққан қызбен алысып жүр. Жасап жүрген дінімнен тыс қарамал, қыздар жайлы бердім ау қысқа хабар. Баланы 10-15-тен таппап беді кешегі алтын құрсақ күштан алар. Бүгінгі келіндерге қарап тұрсаң, бір-екі әрі кетсе 3 бала бар. Сырға қыздар көп бұл ғасырда, кеуделерін ұятпен қыспағанар. Кіндік ашып қылады кімді ғашық, осындай жағдайдан іс қаралар. 10 саусақтың бәрі де бірдей емес, мен емес, имандыны күстан алар. Қысқа юбка киетін сылқымдардың балалық ғұмыры да қысқа болар. Көйлегінің ұзындығы қандай болса, ақылы да дәл сондай тұста болар.